Сол жақ аяқ не себептен ауырады, психосоматика? Психосоматика енді сол жағы көбінесе біздің оң аяқ, енді бұл мына әке жағынан берілетін нелер, ер азамат жағынан. Енді сол жағы көбіне, сол жағынан ауыратындарды көбіне әйел энергетикасы жағынан берілетіндер болады. Ол қалай? Енді мысалы мына жеті ата деген бар ғой. Иә. Жеті атадан келатқан әртүрлі, мысалы анасының анасынан келетін, мысалы ол сенің анаңнан деп айтпаймыз, мысалы, оның бір үшінші, төртінші ата бабасынан келатқан энергетикалардың бір өзінің, мысалы, анасының сол күйеуінен өзінен қамқорлық ала алмағандықтан, әйел қылып соны еркелете алмағандықтан, әйел екенін сезіне алмағандықтан. Күйеуінің жоқ, күйеуіне ренжігені ма сонда? Сол жақ аяқ. Әйел адамның өзінің әйелдік сезімін қабылдай алмаған. Яғни нәзіктігін қалыптастырмаған деп айтсақ болады. Женственный деп айтамыз ғой, женственный деп айтамыз ғой. Мысалы, қазіргі таңда Аллаға шүкір интернет дамыған кез болғасын, қазір бәрі ашық қой. Мысалы, жолдаста қазір күйеулер жаным, күнім деп еркелетіп жатады. А біз ол кездегі ондай сөзді есту бір қорқатын еді ғой, қорқынышты еді ғой ондай сөздерді. Қорқынышты, и ол ер азаматтарымызға ол кәдімгідей ол не болған ғой, гордостарына дейді ғой. Қазірдің өзінде тіпті балаларымыз қоңырау шалып жатқан кезде, ана мен сені жақсы көремін деген кезде қорқып кетеміз. Ойбай, не болып қалды деген сияқты. Біз әлі қабылдалмай келеміз. Енді өзіміз қабылдай алмағаннан бізде балаларға махаббат, біздің кезіміздегі аналарымыз мен сені жақсы көремін, мен сенімен мақтанамын деген сөзді естімей өскенбіз. Біз шапалақпен өскенбіз. Және де біз тек бір қабақпен өскенбіз. Көзқараспен өскенбіз. Ал қазіргі таңда, қазір мен 35-темін, анама мен сені жақсы көремін десем, уайымдап кетеді. Не болып қалды? Не болып қалды дейді. Оларда сол сияқты ондай махаббатты алмаған. Алмаған. Содан аурулар пайда болады деп ойлайсыз? Содан аурулар пайда болады.